Сәлем достар, бүгін осындай үлпілдек бисквитный пирог жасаймыз. Алдымен ұнымызды салып аламыз, артынан қант саламыз, тұз, сүт, сұйық май, 3 жұмыртқа, ас содасын уксуспен гасить етіп аламыз. Үстіне салып, барлығын бір елкі масса болғанға дейін араластырамыз. Духовкамызды алдын ала қыздырып аламыз. Бізде осындай сұйық масса шығады. Осы массаны ыдысқа құйып, 180 тіпті 150 градуста 50-60 минут асықпай пісіру қажет. Бізде осындай әдемі бисквит шығады, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Кез келген уақытта қонақтар келіп қалса, осы бисквитті тез жасап жіберсеңіздер болады. Ас болсын.